Баршаңызға сәлем достар. Бүгінгі видеода мен сіздерге көктамырға инъекцияны 100% дұрыс жасау техникасымен бөлісетін боламын. Видеоны бастамас бұрын арнама тіркеліп, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен пациентке емшараның барысы мен мақсатын түсіндіреміз және пациенттің келісімін алатын боламыз. Одан соң пациентке ыңғайлы қалып беріп отырғызамыз. Манипуляцияны бастамас бұрын қолымызды гигиеналық деңгейде стандартқа сай 6 этап бойынша өңдейміз. Одан соң қолымызды 70% этил спиртімен қорғаған шай өңдейтін боламыз және де перчаткаларды стандартқа сай киеміз. Пациенттің шынтағы толығымен жазылғандығына көз жеткізіп аламыз және де шынтақ бүгілісінің астына жастық шалы валик саламыз. Одан соң шынтақ бүгілісінен жоғары иықтың 1/3 бөлігіне бұрау саламыз. Одан соң пальпация жасап, ең көп толған көк тамырды зерттеп анықтаймыз. Анықтап алғаннан соң спиртке малынған мақта шаригімен инъекция жасайтын жердің үлкен аймағын, одан соң тікелей инъекция жасайтын аймақты өңдеп аламыз. Теріні төмен қарай тартып, 15 градуста теріні тесемін, әрмен қарай көк тамырға бойлаймын. Венаға түскенімізді анықтау үшін шприцтің поршенін өзімізге қарай тартып көреміз. Сонда канюляда қан көріну қажет. Егер канюляда қан көрінсе, ол біздің венаға түскендігімізді білдіреді. Одан соң дәрілік ерітіндіні пациентке жаймендеп жіберетін боламыз. Шприцтен 0,1 мг дәрі қалу керек, өйткені ауалы эмболияның алдын алу үшін. Одан соң инъекция орнына 4-5 саусақ арасындағы мақта шаригін қойып, инені алып, пациенттің қолын бүгуін сұраймын. Пациент қолын 3-5 минутқа бүгіп тұру қажет. Қолымыздағы қолбақты шешіп, қолымызды жуып кептіреміз. Пациентпен жанасқан заттарды, яғни шприцтерді, мақта шаригін және қолғапты контейнеріне тастаймыз.